Қазақстанда жаңа жылдан кейін азық-түлік бағасы мен коммуналдық төлемдер қымбаттауы мүмкін деп хабарлайды Халық үні. Биылғы 11 айда ел экономикасының өсімі 4,6%-дан 2,7%-ға дейін төмендеді. Инфляция соңғы 14 жылда болмаған деңгейге жетті. Қазір бұл көрсеткіш 19,6%. Мұндай ахуал жұрттың табысына және әл-ауқатына кері әсерін тигізіп отыр деді жақында үкіметтің кеңейтілген отырысында ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Сондай-ақ ол негізгі тағам өнімдерінің қымбаттауы инфляцияның өсуіне себеп болып отырғанын атап өтті. Қазіргі күні елдегі азық-түлік инфляциясы 24%-дан асты. Қазақстандықтар табысының жартысына жуығын азық-түлікке жұмсайтыны туралы жиі айтылып жүр. 14 желтоқсанда өткен үкімет отырысында премьер-министр Әлихан Смайылов 2023 жылы жаңа сын-қатерлер мен тәуекелдер күтіп тұрғанын атап өтті. Экономист Расул Рысманбетовтің пікірінше, үкімет осылайша халықты алдағы қымбатшылыққа дайындап жатыр. Бұл вербалды интервенция деп аталады, яғни үкімет халықты азық-түліктің қымбаттайтынына қазірден дайындап жатыр. Бұл соңғы 15 жыл бойы болып келе жатқан құбылыс. Ауыл шаруашылығы дами қойған жоқ. Өзімізде шығарылатын азық-түлік аз. Мұнай болса қажеттің бәрін сатып аламыз деп алаңсыз жүрдік. Нәтижесінде азық-түліктің көптеген түрін шетелден әкелеміз. Ұлттық банк инфляцияны ұстап тұру үшін базалық мөлшерлемені көтеруге тырысып жатыр. Алайда меніңше бұдан түк шықпайды, себебі инфляция импорттың салдарынан болып жатыр, деді ол. Жақында Екібастұздағы жылу электр орталығында болған апаттан кейін сала мамандары энергия бағасының төмендігін айтып, тарифті көтеру мәселесіне назар аудара бастады. Бұл жақын арада коммуналдық тарифтердің көтерілуіне әкелуі мүмкін бе? Сарапшы осыған қатысты да пікір білдірді. Қазір көптеген адамның табысы кедейлік шегінен төмен түсіп кеткенін көріп отырмыз. Сондықтан коммуналдық тарифтердің күрт өсуі мүмкін емес деп есептеймін. Тарифтер біртіндеп өсуі мүмкін. Жылу электр орталықтар жүйесін жаңғырту үшін үкімет жекеменшік иелерін инвестициялауға мәжбүр етуі мүмкін, немесе ұлттық қорға қол салуға тура келеді деп қосты спикер. Еске сала кетейік, ұлттық банктың жаңартылған болжамдарына сәйкес инфляцияның жеделдеуі 2023 жылғы 1-тоқсанға дейін жалғасады. Одан кейін инфляциялық процестердің баяулауы күтіледі. Базалық сценарий шеңберінде 2022 жылдың қорытындысы бойынша жылдық инфляция 20-21% шегінде қалыптасады. 2023 жылы 11-13%-ға дейін, 2024 жылы 7-9%-ға дейін, ал 2025 жылы 4-6%-ға дейін баяулауы мүмкін.